Адамның түсіне неге кітап немесе парақ кіреді? Сол жайлы айтатын боламыз. Ал сіздерге ұнаса, лайк басып, басқаларға да бөлісіңіз. Көрсін, білсін. Кітап әрі қағаздан жасалған бұйымдар адам өмірінен алыстап, қоғамның қажетінен шығып, тарихтың қойнауына кіріп бара жатқаны бір ақиқат. Назар аударыңыз. Бұрын бір нәрсені білмек үшін кітап оқыса, қазір мақтану үшін немесе көріну үшін кітап оқиды. Ал әскердегі баладан айлап үйге келетін хаттардың тізімі өмірімізден кеткеніне шамасы ғасыр болып қалған шығар. Ойнап айтам, 1-2 онжылдық болып қалды. Қысқасы, қағаз деп аталатын түстер символдық деңгейде былай бөлінеді. Кітап — ақыл кітап, өмір жолы. Кітап — тәжірибе. Хат — хабар хат, жаңалық хат, өсек хат, қуаныш хат, қайғы. Жалпы өмірде біз мән бермейтін, ойымыздан шығарып, күнделікті тұрмыс тіршілікте жаңағы өмірімізден қалып кеткен дүниелер біздің түсімізге оралып жатады. Бұл бір жағынан бір демалу іспетті, бұны ностальгия деп айтады ғой. Сіз жаңағы ойланасыз да, мынандай бір зат бар еді, бұрындары хат деген дүние бар еді, қағаздан хат, жаңағы әскерден хат күтетін едік қой, қазір хат жоқ. Бірақ менің түсіме бұл хат кіріп тұр. Неге екені деп ойланасыз. Осындай бір түсің адамды керемет бір өткен шақтарға батырып қойып, рахат сыйлайтын да бір қызығы бар екен. Иә, демалыс. Мәселен, түс көріп алып, мен неге түсімде қағаз көрдім? Өмірде қағаз көрмегеніме 10 жыл болды. Қызық, бұны жорту керек деген мотивациялық ой пайда болады. Бір түстің символдық мәнін айту ол жору болып саналмайды. Мысалы, стақанды символ деп аламыз да, оның ішінде су бар, сіз ол суды ішкеніңіз, немесе стақанның төңкеріліп тұруы, ол жору болады. Біз осы мәселені айыра білуіміз керек. Мысалы, стақан көрсең не болады емес, түсімде стақанмен су ішіп тұрмын, газдалған бір сусын ішіп тұрмын деген кішкене жоруға сыйымдырақ. Сондықтан біздің шыққан әрбір ақпараттық видеодан жаттанды жору жасамай, бұндай түс көрсеңіз, бізге жазыңыз. Ал қағаздан болған келесі түстер мыналар: газет, салфетка, әжетхана қағазы, құттықтау дипломы, ақша, билет. Маржан Ерланқызы, осының бәрін неге айтып жатырмыз? Ол жерде айтылып атқан символдардың біз кейбіреуін жорыдық, кейбіреуі біздің алдымызға мүлде келген емес. Мысал ретінде әсілі қағаз болған сіз газетті көресіз, бірақ газет қалпында емес. Қағаз газеттен жасалған бас киім түсіңізде көре мүмкін, немесе газеттен жасалған қайықты жаңағы түсіңізде ойнап жүрген болуыңыз мүмкін. Мысалы, әжетхана қағаз бар, әжетхана қағазын жаңағы оны түсіңізде ұсталған қалпын көріп атқан болуыңыз мүмкін. Мұндай түс көретіндер бар, жаңағы мен үнемі әжетхана көрем, ластықты көрем. Яғни оның асылы қағаз. Қағаз мәселесін біз айтып жатырмыз бұл жерде. Қағаздан болатын символдар және оның өзінің қалпынан өзгеруі. Жоғарыда айтып кеткендей. Енді бұл жерде жоғарыда сұрақ, неге бұны біз айтып жатырмыз десе, мына қазақ қоғамын түс жору деген ілімге кішкене үлкенірек кеңейтіп ой салу мақсатында. Өйткені Жапония, Қытай сияқты ғылымнан озат елдер осы түс жоруға деген көңіл бөліп жатыр. Олар деген арнайы ұйықтайтын, адамдар жұмысынан кеп шаршап, рахаттанып ұйықтап қоятын атмосферасы бар, ұйқыға атмосферасы арналған бөлмелерді құрастырып, сол жерге адамдарды ұйықтатып жатыр. Әлбетте мақсат түсті зерттеу, жору. Жаңағы бастарына аппаратты қойып, қандай түс көрдіңіз? Кешегіден түсіңіз бүгін атмосферасы басқаша екен ғой деп талқылау. Ал біздің қоғам әлі де әйел адам түс жорыса жаманшылық, түс айтпау керек деген ескі ұғыммен қалып қойды. Сол нәрсені біз кішкене болсын бір ой салып, түс деген осы екен ғой деген мақсатта осындай бір қағазды неге түсімізде көреміз деп қағаздың өзін түсте түрленіп кететінін жеткізіп жатқан. Ал бүгінгі тақырыпқа байланысты сіз күткен жорулар. Ақ парақ көру. Ақ парақ көру ескертуге жатады. Түсінде ақ парақ көрген адам өмірде бір қате жасады деген сөз. Бұндай түс көрген адам өзінде өкініш, кінә сезімі болса, осы түс оны растады. Болмаса, ойлансын кешегісіне. Сондай-ақ адам жиі көретін қағаз түсі ол ақша. Ақша қағаз емес, құнды ақша екеніне байланысты символ болады. Мысалы, тиын алу керек жерде қағаз ақша алсаңыз, мәселе ақшада емес, қағазда. Жалпы түстің құндылығы мен адамның құндылығы екі бөлек нәрсе.
Сіз басқа дерттесіз, сіздің түсіңіз сізге басқа дертті көрсетіп береді. Мәселен, өмірде қағаз 2000 теңгемен тиын 100 теңге жатса, сіз ең әуелі 2000 теңгелік қағазды көтересіз, артынан 100 тиынды ала жатарсыз. Ал түсіңіз керінше сіздің ертіңіз не, сіз көрмей тұрған, соны сізге көрсетіп береді. Және біліңіз, сізді ойландырмаған дүние сізге түс болмайды. Сені ойландырмаған дүние саған түс болмайды. Ендеше, бүгін біз сізді сәл де болса ойландырып түс атты әлеміңізде жаңа символдарға саяхат етуге жол аштық деп сенеміз. Түс көріңіз, және оны Қазақстанда жалғыз өзі кәсіби түс жорушы Мажан Ерлан қызына жордыңыз.